Күні кеше ғана Шерханмен жұп болдыңдар, құтты болсын. Шыннан айта салайық хайп. Ол видеода тек қана екеуің ғана да. Сондай бір үйде жүру, жігіттермен бірге тұру вообще негізі сен үшін қалыпты жағдай ма? Бәрі ойлайды негізі мені қыз емес деп ойлайды. Негізі көбісі 100% деп айтсам артық емес. Осыдан бір ай бұрын сенің ерекше бір сезімің ашылды, ол редакторға, иә? Жылап жүрді. Аз уақыт өтті, бірақ уже Шерханмен жүріп болдың сен. Мен күткен жоқпын ол нәрсе эфирде шығып кетеді деп, шынымды айтайын да. Сосын мен түсіндім, ол адамның минустарын көре бастадым уже. И сонымен артқа шегіндім. Одан кейін бірден ержігітке үміткер болып пайда болдың. Мен өзім тоқтаттым. Тоқтаттың. Маған ұнаған жоқ. Ержігітті жамандағаным емес, просто иногда андайда шамға тиіп тістеп сөйлейтін өзінің несі бар оның. Ержігіт бар, Дархан бар, Шерхан бар. Әртүрлі типтағы жігіттер, иә? Сезімің сенің примерно жарты жыл сайын әртүрлі типаждарға ауыса ма? Сен сәлем, әңгіме YouTube жобасының көрермендері, жаңа сұхбат. Бүгін бізге ағынан жарылам деп сұхбат берем деп келіскен Ақбота Исмаил деген қыздарыңыз. Ақбота, қош келдің. Қош көрдік. Не қалды күлмей отырған? Интервью болатын кезде, мен YouTube-та басқа жақтардан сен туралы іздестірдім ақпараттар, сұрақтар құрастыру үшін. Сол кезде бір YouTube-тан бір видео көрдім. Қамбар әлі деген ба, сен жігітің по-моему, жоқ. Ол жігітің емес. Сонымен бір түскен бір видео көрдім, бір үйде. Прямой эфир жүргізген. Біз бірге тұрдық бәріміз, иә. Бірге тұрғасыңдар. Біраз адам бірге тұрдық. Оқты мен емес, екеуміз ғана емес. Екеуің емес. Қаншадан бірге тұрдыңдар? Қанша уақыт? 3 айдай бірге тұрдық. Шымкентте съемка болды. Хаус дамыттық. Ол сен жігітің емес? Жоқ. Мынандай сұрақ. Жігітпен бірге енді жалғыз болмасаңдар да, енді ол видеода тек қана екеуің ғана да. Сондай бір үйде жүру, жігіттермен бірге тұру вообще негізі сен үшін қалыпты жағдай ма? Жігіттермен дегенде, егер отношениядағы жігіт болса, мен қарсымын. Потому что енді это уже гражданский брак ретінде есептеліп кетеді ғой. Ал дос, мысалға уақытта біз жұмыс барысымен бірге тұрдық. Хаустар бар ғой, қазір неше түрлі TikTok хаустар, сондай нәрсе ретінде болды. Бұл видеолар енді YouTube-та тарап жүр. Мен өзім көргем, оны жағымсыз. Бұл видеолар енді өшпеуі әлі белгісіз да. Кейін үйленіп жатса, тұрмысқа шығып жатсаң, сенің күйеуіңе жаман жағына әсер етеді деп ойламайсың ба? Мен айтайын ба, мені алған жігіт, мен қандай екенімді біліп, мен самый главный таза болып барып тұрмын, алдына болды ғой. Әсер етпейді деп ойлайсың? Әсер етпейді. Және де осы былтыр ма, сен бір жігітке тұрмысқа шығады деген сияқты бір қауесетте болып жатты, иә? Сен құрбыңнан да естідік ол нәрсені, бірақ аяқ астынан бір эфирден пайда болдың. Ол жігітпен тұрмысқа шығатын кезде не тоқтатып қалдың? Ата-ана қарсылығы. Ол оның тарапынан ба? Иә, ата-анасы қарсы болды. Нақты не себеп екенін айтты ма? Нақты не себеп? Қосылайықта отырған. Енді мен айтайын ба, оңтүстік жақта в основном Қосылайық, басқа да передачада бар ғой, енді сондайға ұқсас қайта жаман көрінеді да олардың көзіне. Енді соған қарсы болып, біріншіден, екіншісіне менің өмірге деген көзқарасым басқа, оның ата-анасының өмірге. Олар қазақи отбасы, салт дәстүр, атасы қажы, сондай отбасы болды да енді. Мен сай келмедім. Ол несі қады? Жақсы. Енді тұрмысқа шығайын деп тұрған жеріңнен Қосылайықтың кесірінен ба, енді арқасында ма тұрмысқа шығамай қалдың, е? Сосын енді Қосылайықта байға шығамын деп шештім. Жоқ, андай өкініш болмады ма қатысқаныңа? Нешін өкінем, мен егер қатыспасам, мен қазір Ақбота Исмаилов сенің алдына сұхбат бермес едім. Ол жігітке деген негізі сезім шынайы болды ма? Шынайы дегенде, ол жігітке мен негізі 8 оқып жүргенде өзім ғашық болғам ғой. Бұрын не до Ақбота Исмаил, Ақбота деген кезінде сөйтіп. Ол мен түсінбеген, потом қалаға келдік, біріміз қорқағансың, солай ұнатып қалдық. 7 ма, 6 ай ма жүрдік қой, сондай. Жаздан бастап қысқа дейін. Енді ғана қолым жетті деген кезде бірақ болмай қалды. Уф, төбем, иә, сәбен. Енді ата-анасы қарсы болғансын, ол мамасын көндірем деген өзінде де мен кіргізгенде де үйге по-любому ене мен келіннің арасындағы жаулық болатын еді. Жауласатын ек. Маған ондай керек емес. Түсінікті.
Қазір енді анау трансвестит Никонет деген бар ғой. Сонымен сендер бұрында дос едіңдер, мен білуімше. Дос едіңдер. Ода да хаос дамыттық біз. Сәлемде болдық. Сәлемде бірге жұмыс жасадық. Ол кезде біз бір ай ма араластық. Потому что енді бізде бір күнде съемка бірге түсуіміз керек. Қазір атынша көрген жерде сәлемсіз болды. Күні кеше ғана Шерханмен жұп болдыңдар, құтты болсын, ұзағынан сейіндірсін. Қандай сезімдесің енді? Қандай өзгерістер? Күткен жоқпын мен негізі. Күткен жоқпын. Сөз салады, ондай. Мен негізі қосаяққа келгелі бір-ақ рет жұп болғам. Басқалар ұқсап 4-5 реттен жұп болып, ондай болған жоқ та. Құдайға шүкір, қанша жерде не болсақ та сезіміміз тұрақсыз деген нәрсе болған жоқ деп бүйтіп. Сөз Шерханды негізі былайша бір доста емеспіз біз онымен, бүйтіп бір тамақ ішпеген адам аяқ асты болды. Негізі махаббат айтып келмейді деген рас екен ғой. Қасымызда жүрген адам сол екен ғой. Күткен жоқпын, сонымен кеше бір күн болды ма жұп болғаныма. Енді ұмытып кетемін жұп болып екенімді. Басым бос сияқты. Онымен сондай қалыптасқан. Қатты бір сезіле қойған жоқ әлі? Қатты дегенде күткен жоқпын. Мен ондай пранкқа өзім істейтін адаммын. Сондай болды. Еще мамасы да қарсы емес екен. Саған ба? Я өзім кіріп барам ғой деймін үйлеріне, таланың болды, ол соңғы жеткісін. Осыдан бір ай бұрын сенің ерекше бір сезімің ашылды, ол редакторға, иә? Ортада кәдімгідей сондай бір 3-4 эфирлар болды, біз оның барлығын көрдік. Енді бірақ одан бір сәл ғана аз уақыт өтті, бірақ Шерханмен жұп болдың сен. Сол жағын кішкене түсіндіріп жіберсең, қалай ол сезім сразу бірден суып кетті? Редактормен сезім. Қалай айтсам, өзінде ол адам танисың ғой, Дарханды. Ол менің редакторым болды, сөйлестік, дос болып араластық. Біз вне эфирда дос, родной сияқты болдық. По-любому қызбен ұлдың арасында достық деген нәрсе жоқ екен ғой. Біреуін сезім ашылады түбі. Енді күніге бауыр басу деген нәрсе бар. Сондай сөйтіп жүрдік. Одан кейін күткен жоқпын ол нәрсе эфирда шығып кетеді деп, шынымды айтайын да. Сосын мен түсіндім, ол адамның минустарын көре бастадым. И сонымен артқа шегіндім. То, что он не мой человек, недостоин меня. Саған, то есть, ешқандай ниеті болмағаннан емес пе ол? Білмеймін ше. Білмеймін даже. Енді екеуің туралы тема қозғалған кезде ол артқа тартқан сияқты болды да? Артқа тартқанда, иә. Ол дос ретінде көргенше, мен білмеймін ғой енді. Сосын сен де артқа тартып кеттің? Иә. Мен жүгірмеймін ғой енді артынан. Жақсы. Бір фотосессияң жасапсың, жақында, итпен, боди киіммен ба сондаймен? Кәдімгідей халықтың бәрі шулаған, астында комментарий қырғын төбелес болып отыр. Бұл фотоларыңды енді туысқандарың, ата-анаң қалай қалды? Мен айтайын ба, мен туысқан, қалай айтады, тума-туыс, ағайын, бауырлардың хейті, әңгімесі мені қызықтырмайды. Маған олар өмірлік менің адамдарым емес, олар бір күндік адамдар да мен үшін бір күндік адамдар. Когда керек кезде ақбота қызымның туысқаным болып қаласың, керек емес кезінде мені жерге алып бетін істеген адамдар маған қазір керек емес бір тиынға. Мен тек анамды тыңдаймын. Өзіңнің мамаң? Анам мені всегда қолдайды, поддержка береді, и все. Мен содан энергия алам болды. То, что білет, менің пәк екенімді, арым сатып жатқан жоқпын, басқа қыздар ұқсап, далада ішіп жатқан жоқпын. Ол да бір қалай айтайын, өнердің бір түрі искусство деп айтады ғой. Сол жағынан өзіміз жаңа бақыттан көрдім болды. Жақсы. 3-ші сезонда екеуміз қатысып жүрген кезде аяқ астынан жоқ болып кеттің сен эфирдан. Сені даже редакция таппай жатты, іздестіріп, телефонын алмайды, ақботамен хабарласа алмай жатырмыз деп. Одан кейін бірден ержігітке үміткер болып пайда болдың. Одан кейін ержігітке үміткер болып келдің емес пе? Иә. Одан кейін жүрдің да тағы да жоқ болып кеттің бе, бір нәрсе болды? Сосын өткенде пайда болдың, редакторға үміткер болдың. Сосын Шерханмен жұп болатсың. Мен бір-ақ рет жоқ болып кеткен қосылайықта. Ол қатысып жүргенде? Иә, қатысып жүргенде бір-ақ рет жоқ болып кеткен, Дубайға ұшып кеткен. Ержігітпен сөйлесіп жүрген кезде қалай болды ең соңғы? Ержігіт мен өзім тоқтаттым. Тоқтаттым. Маған ұнаған жоқ. Қалай айтайын ба? Ержігітті жамандаған емес, просто иногда шамға тиіп тістеп сөйлейтін өзінің несі бар оның. Маған ондай еркек ұнамайды. Еркекті таңдағанда да ондай
осы жасқа дейін не істеді бұл еркек деп қарайсың ғой, ондай нәтиже көрген жоқпын оның тарапынан. Наоборот, менде мужской энергия менде көп болып кетті оған қарағанда. Жақсы. Енді қара, ер жігіт бар, Дархан бар, Шерхан бар, әртүрлі типтағы жігіттер, иә? Мұның сыры неде? Сезімің сенің примерно жарты жыл сайын әртүрлі типаждарға ауыса ма? Жоқ. Дархан мен Шерхан бір типаж. Жарайды, ер жігіт. Ер жігітпен бұрынғы менің жұбым Алмас бір тип. Сондай ма? Ұқсас. Былай ғой енді. Қайсы десей. Жоқ, мен айтайын ба, ер жігітті мен бүйтіп өліп жақсы көрген жоқ. Просто тексеру нәтижесінде былай реально осы. Қызығушылық болды. Иә, қызығушылық болды, интерес болды. Ал Дарханға тоже мен ол кезде достық пен махаббатты шатастырып алдым. Ал Шерханға жігіт мені сүйіп тұр да. Негізі сондай сүйгенді сүймегенге жалынба деген нәрсе бар екен ғой, сол. Енді эфирда да естиміз, Инстаграмда да сенің жалғыз мамаң бар екенін білеміз, иә? Қазір ол кісінің жағдайы қалай жалпы? Қасымда бірге, жақсы. Бір денсаулығында ақаулықтар бар деп айтқансың, иә? Сол қалай болып жатыр? Жазылып жатыр ма? Жазылып жатқанда ол уже өмір бақилық нәрсе ғой. Қалай айтады? Көз ғой. Катаракта ма бұл? Жоқ, көз көрмейді полный, 99%. Сондай нәрсе, уже оны қабылдады, уже 10 жыл болып қапты ғой. 10 жыл болды. Бұл жүрегеле пайда болған нәрсе, иә? Туылғаннан емес. Иә, жүрегеле пайда болған нәрсе. Ал неден болды сол кезде? Грипптан. Грипп? Грипптан сол көзге айланып кетті ма? Грипптан көзге осложнение берген осындай. Бізде Қазақстанда оны дұрыс емдемеген. Бірінші организмді емдеудің орнына көзге ине таға берген. Көзді өлтіріп тастаған ғой. Сондай. Ата-анаңмен кәдімгідей үйіңе қолғабыс етіп, ақша тауып, енді отбасын асырап отырған адамсың ғой. Иә. Бұл жағынан ризамын саған. Бір жағынан риза емеспін. Екінші жағынан ойланып көремін десең. Жақсы. Шерхан екеуің жұп болған видеолардың астынан мен комментарийлер оқып шықтым да, енді қызық болды мен өзіме. Сол жерде бір жазылған бір комментарийді оқи салайын. Шерхан Альфонс ради денег Ақботамен жұп болды дегенше. Сұрақ мынандай, енді Ақботамен ақша үшін жұп болатында Ақботаның ақшасы көп па негізі? Шүкір, енді табысымды айтпай қойшы. Бұланша негізі біреудің табысты айтпа дейді ғой. Шүкір өзіме жетеді, 3-4 ұрпағыма да жетеді. Сондай нәрсе. Бірақ та мен егерде күйеуге шығып жатсам, мен өзімнің табысымды барған жеріме бір тиыным бермеймін. Бір тиын бермеймін. Мен өзіме, анама. Менің табысым өзіме, анама. Шекарамен. Күйеуіме болсын, күйеуінің ата-анасына болсын бермеймін. Потому что күйеу не үшін жүрмейін қасымда. Сол обеспечить ету керек. Ал отбасы болған кезде ортақ қаражат дегенше? Ортақ қаражат күйеуімнің ақшасы. Менің ақшам это мои деньги, его деньги. А бұл эгоизм емес па? Это не эгоизм. Еркек дейді, не үшін еркек болып жүр, әйелді асыра алмаса, бала шағасын асырай алмаса, ол егер менің ақшама қараса, ол уже еркек емес мен үшін. Жарайды. Например, сен тұрмысқа шықты дейге, анаңнан бөлек кетесің. Иә. Анаммен бөлек кеттім, мен анамды алып барам, барған жеріме. Анаңды алып барасың? Иә, бонуспен десең. Мысалы, Шерханға тұрмысқа шықсаң, бірге барады. Ол жақта Шерханның анасы бар емес па? Бұл қалай болады? Шерханның да әкесі жоқ қой. Мен мамамның күйеуі жоқ. Екеуі бірге подруга болады. Ал сен бұл жағдай неге Шерханға түсіндіргенсің? Ол қазір интервьюда көріп отыр ма? Иә, көріп отыр Шерханды сүйі. Мен мамам үйен барады, сен мамаң сенен келеді. Бірге тұрамыз сондай. Может, мама бірақ айтады, мен бармайым дейді да. Может, бармайды да шығар, білмеймін, мен жалғыз қалдым келмейді. Бірақ та бір домнан, бір подъезден, бір этаждан алам үй. Сондай ойың бар? Иә. Көрші ше. Ерте бала-шағама қарап береді. Шетелге қызым десе мама қарап өлә деп отқан шығар. Сондай нәрсе ғой. Жақсы. Ал сенің бұл айтып отқан көрші болып бірге тұрайық деген сияқты заттарың, бұны Шерхан егер бұл нәрсеге қарсы болса не істейсің? Қарсы болмайды. Мен Шерхан байқағаным, қыз баланы сыйлай біледі, ата-анасын да сыйлай білетін адам, мен де ата-анамды сыйлайды. Сондай нәрсе ғой.
Енді осы күнге дейін түсірілген видеолар бар, ютубта, инстаграмда, әр жерде, иә. Кейбірлер енді, мен эфирде жүргендерді айтып отқан жоқпын, негізі кейбірлер енді хайп үшін істелінген заттарың бар, шынайы істелінген заттар бар, иә. Осылардың барлығы тұрмысқа шыққан кезде болмаса, тұрмысқа шығатын кезде бір туысқандардың, Шерханның туысқандары жағынан ба, күйеуің жағынан деп айта берейінші, енді Шерхан деп айтпай қойын. Солардан бір бетіңе басу сондай пайда болады деп ойламайсың ба? Не үшін мен бетіме басады? Мысалы, фотосессияңды қалай қабылдады Шерхан? Жоқ, мен айтамын, маған ел-жұрттың әңгімесі қызық емес, мен оны қабылдамаймын. Ол қалай айтсам болады? Жауап беретін мен арғы дүниеде менің денем түскен, менің түрім түскен, олардың еш қисайған жоқ қой, болды ғой. Тек қана күйеуің қабылдысы болды. Иә. Ал Шерхан қандай пікір айтты бұдан? Қарсы болды, удалить еттік қой. Удалить еттім болды. Бірақ инстаграмда жүр, фан аккаунттарда, иә? Иә, фан аккаунттарда жүр. Оның разница жоқ қой, удалить ет, қарап кеткен нәрсе ғой. Оны айтқам. Просто сенің страницаңда тұрмасын деп тұр да болды. Двойнигім де саламын десе. Қалай дейді? Двойнигім деп ше. Жақсы. Мысалға деп алайық, егер Шерхан мен Ләйім барлығы жақсы болып кетсін, егер болмай қалған жағдайда, енді өмірде барлығы болады ғой, болашақта Қослайықтың 5-ші сезоны, 6-ші сезонында біз Ақботаны тағы да көреміз ба? Барам дей ма? Альмира күтіңдер. Шында? Кіремін. До конца деп ба? 10-ші сезонға дейін деп қойсай? Жабылғанша ғой. Проект бітті дегенше барам ғой. Тұрмысқа шыққан жабылмаса Қослайық жабылғанша ба? Барам, или күйеуге шығып кетсем де балаларымды жіберемін де сөйтіп отырсаң. Жоқ енді. Енді құрсын, осыдан кейін барсам ұят шығар, халық мені жылатын шығар, келіп жылатын шығар. Шерхан айтқан мазол боламын. Мазиолі ма, қалай айтады? Бармайым. Жынды ма? Ұят қой. Тойдың. Тойған жоқпын. Тойған жоқпын дей ма? Мен тойған жоқпын. Жоқ, құрсын не деп барам? Бетің Шерхан мысалы тойға дейін баратқан нәрсені бетіңе басады. И так та мен барған сайын клубымда айтады. Тағы нені айтады? Сол клубта айта береді. Айналып келіп клубта айтады. Қалың малды айтады. Осы барсам, уже Шерхан қосылады. 3 нәрсе уже мен шіріп атыр қой, мына жерімізде тұр ғой. Мен бармаймын. Жастарға жол бердім. Енді қалың малым 5 миллион, 10 миллион деген әңгімелер бар, иә? Қазір қалың 10 миллион. 10 миллионға кетіп қалды ма? Кеше 10 миллион деп өлең жазып жатырмын ғой. Қалың малым. Неге? Ақшаның құнсыздануына байланысты ма? Иә. Курста түсіп кетті ғой олар. Сенге тек қана курспен байланысты? Сен кәдімгі анау әлемдік деңгейдегі трейдинг сияқты еді? Көтеріп төгетсі мұнайға байланысты сияқты ма бірдеңе ма? Газға байланысты, бензиннің түсуіне байланысты. Қалың мал 10 миллион, мен былай айтайын, мен алған еркек 10 миллионды бір күнде ақтап алады. Мақұл, 10 миллион жоқ адам алса ше? Құсыныз оған қатып қалған мен жоқ. Құс байға кетіп тимей қалмасам болғаны, не құдай алмайды, не бай алмайды деп. Байға десем болды. Нормально еркекке жібеді. Ертең бүйтіп тұрып деп санайтын қалың малды отырып алды десе. Қарамаймын оған, жай шутка ретінде айтылған нәрсе ғой. Эфирда күліп айтқан ғой, бір серьезно айтқан жоқпын, елдер ұқсап 4 миллион деп ше, өйтіп айтқан жоқпын ғой. Енді сен бір рет айтқан жоқсың, өлең шығарып бердің ғой деген. Хайп қой. Хайп қой. Шыннан айтылай хайп. Біз Ақботаға деген халықтың көкейінде жүрген сұрақтарды қойдық деп ойлаймын. Саған бір 1-2 минут уақыт берем, что халыққа айтатын бір заттарың болса, на камера сенікі. Сторисімді көріңдер деп отырсың. Статистиканы көтеріңдер деп. Пожалуйста, лайк басыңдар деп. Жоқ, халыққа айтқанды. Негатив жаза бермеңдерші, мен оны оқымаймын біріншіден. Мен оқымаймын негатив. Комментарий вообще оқымаймын. Екіншіден запросыма жамандап жазбаңдар, мен оны да оқымаймын, запрос ашпаймын мен. Бәрі ойлайды негізі мені қыз емес деп ойлайды. Негізі көбісі 100% деп айтсам артық емес. Өздеріңіз сөйтіп ойлайсыңдар. Мойнаңдардан қатты. Бүкіл сөйтіп ойлайды негізі, потому что неге клубқа барғаным үшін, содан қалып кеткен үш түптерінде. Ашық-шықтың бәрі. Оранғанның бәрі иман емес. Мысалы мен айтайын, қаншама қыздарды көрдік қой. Самый главный, мен арым таза, соны тағы да айтам сендерге. Ертең докажу деп ше.
Камераңмен келсең болады, байға тиісем деп. Жақсы. Болашақта енді хиджаб киіп, намаз оқу деген сенде ойыңда бар ма негізі? Біләді, қиын сұрақ қой. Хиджаб деген ойыншық нәрсе емес. Иә. Намазда ойыншық нәрсе емес, алып тастап кететін нәрсе емес қой. Егер уақыты келіп 40-50-ге жетіп, андай уже адам дайындалады ғой, Меккеге баруға, сондай кезде қалай айтады, блин, өзі Құдайдан намек келеді екен ғой. Ой, Алладан намек деп қойма. Жоқ, өзі тартады екен ғой. Сондай нәрсе болса, оқимын құрсын енді. Бірақ намаз оқысаң, болды хиджаб кию деген мағына емес қой. Бүйтіп те оқуға ниет болса болды ғой. Бірақ қазір жақын уақытта емес. Адам өзі дайын болу керек іштей. Мен мысалы ертең оранып кетуіме болады да, бір аптадан кейін шешіп тастауым мүмкін. Жүрекпен келу керек дейсің? Иә, жүрекпен келейін. Вот сол кезде оқимын. Зато шынайы жауап. Өгізі де сенбейді. Уже үмітіңізге қоқаттым. Халықта мен үмітіңізге қашы халықпен ше маған поддержка десем келмейді. Жақсы. Беріңді ішінізге. Түсінікті. Жалпы Ақбота саған көптен көп рахмет айтам. Сұхбатқа келгеніңе, уақыт бөлгеніңе, енді өзің енді іскер адамсың ғой былай айтқанда. Ақшам бере салыңдар. Гонорарымды беріңдер. Айтыңдар десең. Шынымен де ризамын саған. Алдағы уақытта саған сәттіліктер тілеймін. Енді бағана бір сөзінде айтып қалдың, что шоу-бизнеске баратын ой бар деген сияқты ән жаздырып жатсың, иә? Бұрыннан мен білемін, что 3-ші сезонда біз қатысушы кезде сол кезде айтып жүргенсің сен, что мен звезда боламын, қолымды ұстап қалыңдар, ән жаздырамын, бірдеңе деген сияқты. Енді ән жаздырып. Жоқ, мен обещаю ше, осы бүгін қай ай, май ма? Май. Июнь. 20 майдың. Июньнің 1-і тойға шығамын десе. Июньнің 1-і я докажу десе. Июньнің 1-і бір жаңалық болады. Жаңалық, июньнің 1-і күндіге жаңалық қой. Күндіге жаңалық айтамын. Жоқ, мен негіз балалық арман болған, әнші болам деген. Негіз менде балалық арман сол. Мамандық таңдайды ғой адам. Менде арман сол болған. Осы 20 жасымда келіп жатырмын сол неге, арманға. Шоу-бизнестің қатарынан көреміз деген үміттемін. Енді болашақта тұрмысқа шығып жатсаң, тойыңа шақыруды ұмытып кетпе, міндетті түрде барамыз, Айжан екеуміз. Құрметті көрермен, осы видео ұнап жатса, лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жазсаңыз болады. Каналға тіркеліңіз, келесіде кім сұхбатқа келсін, айта кетсеңіз болады. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыздың болуына үлкен атсалысатын біздің демеушіміз Wine бар Алматы қаласы, Жамбыл 77-те орналасқан. Келіп дәмді тамақтармен тамақтансаңыздар болады. Бұл жерде тек қана тамақ емес, караоке, барлық кабинкалар, VIP кабинкалар барлығы бар. Таныс бол, сіздерді күтеміз, біз осынамыз. Всем пока, шын жүректен. Давай.